Пробирка, яғни қазақша сынауық. Түбі домалақтанған, ұзын цилиндрлі ыдыс. Оның өлшемдері, диаметрі әртүрлі болады. Қарапайым түрінен басқа градирлеуге арналған, центрифугалауға арналған және конус тәрізді түрлері бар. Воронка сұйықтықты фильтрлеуге арналған ыдыс. Оның өлшемдері жоғары бөлігінің диаметрімен анықталады. Бөлгіш воронкалар бір-бірімен өзара араласпайтын сұйықтықтарды бөлу үшін қолданылады. Мысалы үшін, су мен майды айтуға болады. Мұндай бөлгіш воронкалар цилиндр формалы, ал морт тәріздес болып бөлінеді. Екі түрі өлшемдері әртүрлі болып келеді. 50 мл-ден бірнеше литрге дейін болады. Химиялық стакандар цилиндр формалы және әртүрлі көлемді болып келеді. Екі түрін атап айтсақ болады, яғни құйғышы бар және құйғышы жоқ. Суретте көрсетілгендей. Жалпақ түпті колба 50 мл-ден бірнеше литрге дейін көлемді болып келеді. Сонымен қатар оның мойыншасында шлифі бар және шлифсіз болып екі түрге бөлінеді. Мына суретте көрсетілгендей. Конус тәрізді колба әртүрлі көлемді болып келеді. Оның негізгі түрлері құйғышы бар және құйғышы жоқ. Пробкалы қақпағы бар немесе шыны қақпақты деген сияқты түрлерге жіктеледі. Домалақ түпті колба бұл арнайы отта қыздыруға арналған ыдыс болып табылады. Яғни белгілі бір мақсатта ғана қолданылатын ыдыс түрі. Келдал колбасы алмұрт тәрізді формаға ие және мойны ұзын болып келеді. Суреттегідей, бұл ыдыс Келдал заңы бойынша азотты анықтауға арналған. Көлемі жағынан 300 мл мен 800 мл арасында кездеседі. Дистилляцияға арналған колба бұл сұйықтықты айдау үшін қолданылады. Оның әр түрлері кездеседі. Мысалы, мына суреттегі колба бұл вирус колбасы деп аталады. Алонжи айдау кезінде тоңазытқыш пен байланыстырғыш ретінде қолданылады. Эксикаторлар бұл ауадан ылғалды жұтып алатын заттарды баяу кептіріп және оны сақтау мақсатында қолданылады. Қабырғасы қалың қақпағында ауа өте берік сақталады. Төменгі бөлігінде ылғал жұтатын зат орналасқан, яғни кальций хлор 2. Екінші суретте бізде пластикалық соңғы үлгідегі эксикатор түрі көрсетілген. Ерекшелігі оның салмағы өте аз және өте жоғары механикалық беріктікке ие. Снабженді кранмен бекітіледі. Мұндай эксикатор 60 градус қыздыруға өте тұрақты болып келеді. Тоңазытқыштардың екі түрі бар, тікелей және кері тоңазытқыштар. Тікелей бұл реакциялық жүйеден буды конденсациялауда қолданылады. Оған көбіне спираль тәрізді лебег тоңазытқыштарын жатқызуға болады. Кері тоңазытқыштар бұлар буды конденсацияға, конденсатты реакциялық массаға енгізуге арналған. Кері тоңазытқышқа шарикті тоңазытқыштар, дефлегматорлар жатады. Өлшемді цилиндр формалы шыныдан жасалған, сыртында бөліктерге бөлінген сызықтары бар миллилитр өлшемін көрсетеді. Көлемі 5 мл-ден бірнеше литрге дейін болады. Мензурка ыдысы конус тәрізді формалы болып келеді, сыртында сызықтармен бөлінген. Мор пипеткасы сұйықтықтың көлемін өлшеуде қолданылады. 1-ден 100 мл-ге дейін болады. Жоғары бөлігінде белгісі бар, яғни сұйықтықты белгісіне дейін келтіреміз. Градирлеу пипеткасы 0,1 мл бөліктерден тұрады, яғни сұйықтықты өте дәл өлшеуге арналған. Өлшемді колба аналитикалық жұмыстарда кеңінен қолданылады. Оның мойнында белгісі болады. Көбіне мұндай өлшемді колбаларды ерітінділерді сұйылтуда, ерітуде қолданылады.
Фарфордан жасалған ыдыстар каолин қоспасынан, кварцтан, алюмосиликаттардан тұрады. Мұндай ыдыстарды 1350 градустан 1420 градусқа дейін қыздыруға болады. Мұндай ыдыстар кремний диоксидінен жасалынады. Кварц жоғары термиялық тұрақтылыққа ие. Оны 1000 градусқа дейін қыздыруға болады. Коронты тегілдер алюмооксидті керамикадан жасалынады. Коронты тегілдер агрессивті ортаға, яғни қышқылдар мен концентрлі сілтілерге өте тұрақты болып келеді. Мұндай тегілді 1800 градусқа дейін қыздыруға болады. Полипропиленнен жасалған ыдыстар термопластикалық полимер болып табылады. Суда, биорганикалық ортада тұрақты. 80 градустан төмен болатын органикалық ерітінділерде тұрақты болып келеді. Затты қыздырудың екі әдісі бар: электроқыздырғыш құрылғылар және ашық отта қыздыру. Осы ашық отта қыздырудың бір түрі, яғни бұл спиртовкалар жатады. Сынауықтағы ерітінділерді спиртовкада қыздыруға болады, ал ол сынауықты біз темір штативпен ұстап қыздырамыз. Колба қыздырғыш колбаларды қыздыруға арналған арнайы құрылғы. Су банясы 100 градусқа дейінгі температураны қыздыруға арналған. Металдық ыдысқа су құйылады және ол қайнағаннан кейін біз қажет затымызды суға батыру арқылы немесе суға тигізбей қыздыруға болады. Құм банясы жоғары температура кезінде қолданылады. 200-300 градусқа дейін жетеді. Құм бұл электр плитасында қыздырылады және сол құмның үстіне керек қажетті затымызды салып қыздырамыз. Муфель пеші өте жоғары температурада қыздыруға арналған, яғни пеште затты сусыздандыру процесі өтеді. Әдетте мұндай процесте фарфордан немесе коронттан жасалған тегілдер қолданылады. Аналитикалық таразы зат массасын үтірден кейін 5 белгіге дейін дәлдікпен анықтайды. Зертханалық таразы үтірден кейін 2-3 белгіге дейін дәлдікпен анықтайды. Магнитті мешалкалар көбінесе ерітінділерді араластыруда және де титрлеуде көбіне қолданылады.